Екінші сынып көркем еңбек. Мектепті безендіреміз. Бүгінгі сабақта паспарту, матрица және баспа таңба дегеніміз не екенін білесің. Мектеп сенің екінші үйің. Сыныбың мен мектептегі басқа бөлмелерге назар аудар. Сөрешілерің оны әдемілеу үшін қалай еңбек еткенін ойлан. Грек және Рим мектептері қазіргі мектептердің негізін қалаған. Грек ғалымы Платон академия деп аталған оқу орнын ұйымдастырған алғашқы ұстаз. Балалар, бүгінгі сабақта плакат жасап үйренеміз. Саған плакат жасау үшін қатырма қағаз парағы, бояу, палитра, матрица, желім, қайшы керек. Қағаз парағының ортасына матрица басу тәсілімен таңба сал. Суреттің айналасына құттықтауларың мен тілектеріңді жаз. Паспарту суретті безендіруге арналған жақтау немесе қатырма қағаз. Матрицамен басу арқылы плакат жасауға болады. Матрица әртүрлі таңба бейнелер жасауға болатын пішін. Таңба бейнеу қағаз парағына бояу жағылған пішінді басу арқылы жасалатын бейне. Матрица жасау үшін өшіргіш, пенопласт, бөтелкенің қақпағын немесе шикі картопты пайдалануға болады. Балалар, матрица басу тәсілімен плакат жасауға мына суретті үлгі етіп алуға болады. Балалар, бүгінгі сабақта плакат жасау әдісі сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.